8 миллионнан 3 миллион ба? Жоқ, 7 миллионнан десе. 6-да 8 болып тұр ғой, содан 3 миллионы таза болып тұр. 3 миллион таза, я. Жақсы ғой, строительный. Менде сет жақсы. Қалай, денсаулығыңызға аяғыңыз дұрыс болды ма? Иә, гипсті шештім. Бірақ көп жүре алмаймын. Енді ауырған дұрыс. Демалсын деді ғой кішкене. Ауырған дұрыс емес қой, енді бірақ кішкене демалсын, үйде жатып ақша тапсын одан деген шығар. Сондай шығар, иә. Қалай енді сол үйде жатқаннан бір результат болды ма? Результат тоқтамай жұмыс істесе болады негізі. Порталға кіріп, заявка іздесе, соның нелерін, жолдарын қарастырып, адам шұқылап кішкене қараса, табуға болады, бар ғой. Түркістанның тендерлерін қоймай атыстар ғой дейм, ешкімге бермей. Бізді шамамыз келгенше қатысып жатырмыз, алып жатыр. Осы апрельден бастап тоқтамай бере бастадым, оған дейін кішкене болған жоқ қой, қалай айтсам екен. Уақытым болған жоқ негізі. Апрельден бастап қанша заявка жібердіңіз? Нағыз карантиннің уақытынан бастап қатысып отыр екенсіз ғой? Заявка қанша жібергенін точно айта алмаймын, көп жібердім, бірақ примерно қанша тендер ұтып алдыңыз? Біздің өзімізде общий 50-ден асық договор тұр. Осы бір жылдың ішінде да? Бір жылдың ішінде. Бір жыл болғанда ноябрьда алдық қой. Бірінші тендерімді ноябрьда алдық қой біз. Сол ноябрьда жаттық. Екі тендер болды ол кезде. Содан кейін мен біраз қатыстым. Жылдың соңы болған соң онша заявка таппадық қой дұрысын. Сонымен жаңа жыл болды, январь, февраль, мен кішкене демалдым, қыдырып кетіп қалдым көп жерге. Сонымен қараған жоқпын. Мартта карантин басталды, үйге қамалдық бәріміз. Сол кезде тендермен кәдімгідей не алдық қой. Не істейміз? Не істегенде емес, айналсам деп жүрген өзім, уақытым болмай жүрген. Апрельден бастап біраз заявкаға бердік көп жерге. Таза 50 где-то договор осы жазда алдық біз. Договор заключать еттік, 50 шақты. 1 миллионға дейінгі тендерлерге қатысасыздар ма, или 1 миллионнан жоғары ма? Тарифіңіз қанша миллионға дейін қосылған жалпы? Тариф 10 миллиондық тариф менде. Одан арыларына қатысуға болады, бірақ тариф не разрешает қой пока. Соларды үйреніп алайық бірінші. Общий білмеймін, бөлініп келді договорлар негізі, бірақ в основном строительный материал алып жатырмын. Строительный материал? Директор сонымен айналысады өзі, кішкене хабары бар. Мен жалғыз істемеймін, жалғыз болғанда мен заявка табамын, документация полный жүргіземін. Негізінде өзімде барып істесем болады, жаңа заттарды қарап. Сіз өзіңіз заявка жібересіз, акттарды, счет фактураларды, накладныларды өзіңіз жасайсыз, ал товарды жеткізетін басқа кісі, екі адам болып істейсіздер, Екі адамбыз, Сол кісі строительмен айналысады, строительный материалмен, строительный, кровельный болсын нелер, материалдар. Ремонт, көп мектептердің несін заявкасын алдық. Енді именно ремонт жағынан материалдарын. Біраз мектеп алдық енді. Общий есептеген жоқпын, 15-20 шақты мектепті алдық. Түркістан өзінен, қаласынан. Түркістан қаласынан ба? Енді сол 50 договордың пайдасы примерно қанша енді есептеп көрдіңіздер ма? Қазір 7 миллионнан. Жалпы суммасы қанша, пайдасы қанша деп отқаным ғой? Қазір 7 миллионнан асық болып тұр договор. Ол суммасы барлығының. Өткен счет фактурамен есептесем 6 миллион 780 болып тұр. Еще дайын тағы Кентаудың договорлары тұр. Оларды әлі өткізген жоқпыз. Счет фактура өтсе, сол 7,5-8 миллионға жақын болады. Бірақ бірінші жапқан договорлардың маржасын білгін кеп тұр ғой енді. Где-то 3 миллиондай бар. Общий ма? 8 миллионнан 3 миллион ба? Жоқ, 7 миллионнан десе. 6-да 8 болып тұр ғой, содан 3 миллионы таза болып тұр. 3 миллион таза, Жақсы ғой, строительный материалдар болса. 50% қалып тұр екен ғой. 50. Бір жерінде аздау болды, бір жерінде көптеу. Бірақ полный покрывает, нормально жұмыс істеуге болады. Бір жерде аз қалады, бір жерде көп қалады, дұрыс па? Солай. Бір күні сізге
сізге болады тендер, бір күні басқа біреуге болады. Дұрыс, Сауда ғой иә. кәдімгі, дұрыс па? Неге заявка беретін протокол итог шыққанда танып отырамыз уже ана нелерді. Конкуренттеріміз ба? Иә. Қалайсыңдар деп. Келесі жолы, ой, арзанырақ беремін мен, келесі жолы жақсылап беремін деп. Келесі жолы ұтып аламын деп. Түркістан бойынша өзі ең көп қатысатын 5-6 ИП мен ТО бар екен. Оның ішінде біз бармыз. Оларды бізді көріп танып қалды уже. Сендер болсыңдар ма дегендей сұрақ қойып тұрады. Документация жағынан жұмысын полностью істеп отырамын мен. Қиналған кезде саған звондаймын, түсінбеген жерлерді звондаймын. Звондаймын деп айтпаңыз қазір, жұрттың бәрі звондап кетеді ертең. Жоқ, звондамаймын ғой, WhatsApp-қа жазамын да, хабарласып, сұрайым сұрағын. Анау не бар ғой, енді сіздерде мысалы үшін строительный материал ғой, дұрыс па? Нишаларыңыз бар. Нишасы жоқ адамдарға қалай ақша табуға бола ма, болмай ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Негізі болады. Строительный материалға қатысасыз, ал еш нәрсені білмейтін, ондай строительный материал деген нәрсесі жоқ, ондай нәрсе сатпайтын кісілерге осы тендерден пайда таба ма, таба алмай ма деп жатқаным ғой. Даусың шықпай қалды қайттан. Енді шықты. Мен сұрағым қайталап жүрейін ба? Иә, нишасы жоқ, вообще ешқандай несі жоқ адамға ма? Даусың шықпай қалды қайтадан. Енді шықты. Иә, тендерға мен басында кіріп жатқанымда, айналысып жатқанда мен именно сол строительныймен айналысамыз деп ойлаған жоқпын. Қандайдан бастасақ екен деп. Бірақ строительный жағы бізге жақындау болды. Ешқандай несі жоқ адамға болады табуға. Оргтехника бар, нелер принтерларға заказ болады. Клавиатуралар сұрап жатады, например. Оны табуға болады, интернет қазір доступ бар, мынандай бағамен қай жерде бар деп поискқа жасасақ, шығады барлығы қандай бағада бар екен. Телефонмен звондап, Алматыдан болса Алматыдан, Шымкенттен болса Шымкенттен барып алып кетуге болады затты. Иә, болады. Сал жер десеңіз, сал жер салады ғой қазір. Интернеттің несінде қазір қиын ештеңе жоқ деп ойлаймын, мен сөйтіп ойлаймын да, менің нем сондай. Сосын көп жерге поставкалар әртүрлі, есть телевизорлар сұрайды. LED экран, анау деген. Оны да табуға болады. Так, енді мысалға сіздерде енді тек қана Түркістан бойынша қатысып жатсыз ғой, неге басқа регионға қатыспайсыз? Или қатысып жатсыз ба? Басқа регионнан да тендер қарап жатсыз ба? Или үлгермей жатырық негізі. Түркістаннан үлгермей жатырық. Түркістан өзінен ба? Иә. Артынан кеп жатыр да, бір нені жаппай тұрып 7-8 договор сразу кеп тұрады. Тек қана ценовой предложениеге қатысасыз ба, или конкурстарға да қатысасыз ба? Пока ценовой предложениедамын. Конкурсты правиласы өзгерген жақсы болды ғой, комиссияны алып тастағаны. Иә? Комиссияны әлі алған жоқ, будущем алады. Человеческий факторды алып тастау керек қой. Коррупция болмайды сонда. Қалай, документ сол жақтары қиын емес па? Документ жағы? Жоқ, қиын ештеңесі жоқ. Тендерге қатысатын кезде, тендерде жатқан кезде. Сабақтар бар ғой, сабақтарға прямой кіремін да, ұмытып қалсам, жаңадан шыққан бірдеңелер болса. Әлі мен жасап көрмеген. Сабақтарды айтып беріңізші, түсінікті ма, түсініксіз ба? Маған түсінікті. Вопрос бола ма? Обоснование, жоқ, обоснованияны қалай жасайды, оны да сосын дайын нелер бергенсіңдер ғой, сендер шаблондар, барлығы бар доступ документтерде. Курсантқа керек құжаттарға кірем ғой, ол ақтарып тауып аламын енді керек нәрсені. Адам негізі іздесе, қараса, керек нәрсені табады адам. Иә, дұрыс айтасыз. Іздесе, қараса табады ғой, бірақ көп кісілер сол андай іздемей, қарамай, ана жерде телеграмға жазып, сол жерден біле салғысы келеді да, ол жерге мен жазбаймын, ондай бар, уже жауабы айтылып қойған заттарды мен ол жерге жазбаймын да, сұрақтарға жауап бермеймін. Өйткені ана жақта бар ол сабақта. Бірақ соны қарамай сұрап алғысы келеді да. Бірақ соны қараса, ол жерде барлық нәрсе бар да. Иә, дұрыс айтасың. Сосын сабақты ашып қараған кезде, тек қана өзің іздеген сұрағыңа емес, басқа да сұрақтардың жауаптарын тауып аласың ол жерден. Иә. Полный қарамаған бір
сабақтар болады, например, мен оған дейін бармағам. Обоснование цен дегенге мен бармағам. Соны ашқан кезде көп нәрсені көрдім. Потом нелер, жаңа сертификаттар, қалай жасайды, қайдан алады. Барлығы көрем, мен чатқа жазып жатады, сертификатты қайдан алам, не істеймін, қайдан алам. Соның бәрі сабақта бар негізі. И чатқа жазып сұрақтың жауабын күткенше, одан да ана личный кабинетке обучающий тендергерға кіріп, сол жерден сразу тауып аласың, өзіңе керегін, оны күтпейсің да. Мен оны түсінем ғой, барлығының уақыты бола бермейді, постоянно жауап беріп тұратын. Занят болады, маған срочно керек болып тұрады, оны мен білу керекпін, жауабын қазір жазу керекпін порталға, мысалы, ответін да, или дәл қазір жасайтын. Счет фактура жағынан, электронный счет фактура басында болған нелер кішкене дұрыс андай түсінбегем, бірақ жаңарттыңдар ғой сендер видеолар. Бізде барлық сабақтарды обновлять етіп отырамыз. Анау порталда бірдеңке өзгереді ғой, өзгерген кезде сразу новый сабақ қылып түсіреміз соны. Өйткені бұрынғы сабақты көрген адам қазір порталдың іші басқа түсінбей қалуы мүмкін да, жаңадан келгендер. А бұрыннан қатысып жүргендер олар уже біледі. Ал сол үшін біз обновлять етіп отырамыз барлығын. Ол счет фактура, госзактың іші болсын. Өйткені обновлять етпесең болмайды. Көрдім, жаңадан видеолар, сабақтар көп жаңадан шыққан. Негізі удобный обучающий курстарың. Маған ұнайды өзіме. Керегін ала берем сол жерден. Зарядым өліп жатыр екен телефонның. Жоқ, болыпты онда. Гүлбану вообще жақсы. Ісіңіз алға баса берсін. Өзің білесің. Анау, ініңіз екеуіңіз баса беріңіздер жұмыста. В общем, Түркістаннан сізге тең келетін ешкім болмасын. Конкурстарды, барлығын. Амин. Жақсы конкурстарды ұтып алуларыңызға тілектеспін. Сол көп рахмет. Самұрықтың да мынау жаңадан Самұрықтың да госзактында жаңадан біз курсын жасап жатырмыз ғой, чтобы адамдарға жаңағыдай көбірек пайдалы болу үшін, көбірек нәтижелі болу үшін. Сол программасын жазып, қазір күндіз түні мына жерде суббота, воскресеньеге қарамай, демалысқа, праздникке қарамай жұмыс жасап жатырмыз. Енді Құдай қаласа, осы сентябрьдің 10-дарына дейін бір жаңа программамен, жаңа бағдарламамен жаңа курс шығады, Құдай қаласа. Дұрыс. Өздеріңе рахмет көп-көп. Мен еш өкінбеймін сендерден барып. Есіңде ғой, былтыр сентябрьда бастағам обучениені. Келе алмай, бір 2 рет болмай, ноутбугын тартпай, есіңде. Сонау Түркістаннан келіп кететініз ғой, осы курс үшін, дұрыс па? Вот енді уже нанын жеп жатсыз да. Просто бар ғой, мынандай нәрсе бар да, жақсы нәтиже, жақсы бір ақша табу оңай келмейді да, түсініңіз ба? Сізге оңай келген, сіз ана жақтан келіп кетіп жүрдіңіз, сізден нәтиже шықты. Дұрыс па? Вот сізге оңай келген жоқ ол. Сол сияқты ғой. Оңай емес. Адамдар сондай нәрсені түсінбейді да, негізі. Кез келген нәрсе, жақсы нәтиже ол кішкене сәл қиыншылықтан кейін тұрады да, негізі. Бір рахат, жеңіл, оңай нәрсенің артында ол жақсы нәтиже тұрмайды. Адам өзіне де байланысты. Кішкене пысықтау болса, кішкене осыны жасайым. Мен өз сондай адаммын. Алдыма цель қойсам, соны істеу керекпін, жасап бітіруім керек, результат алу керекпін. И результат маған жаңа 50-60% деген результат маған керек жоқ. Маған минимум 95-100% болу керек. Маған сондаймын мен. Өз сондай адам. Бери от жизни все дейді ғой. Дұрыс айтасыз. Сол мақұл, онда жақсы, ертерек жазылып қойыңыз. Әрекеттенемін. Сондай бар болып тұрған соң. Жақсы. Жақсы. Все, рахмет, жақсы. На связи.